Достық деген біреуді пайдаланып қалудың орайлы сәті емес көкем. Ол адамдық, азаматтық, үлкен жауапкершілік. Бақытты жанның жанында дос болмайды. Бақытты кезінде адам өте жоғарыда жүреді, ал біздің жүрегіміз тек төменде ашылады. Достықты бағалаңыз және оны дамыту үшін еңбектеніңіз. Данышпан патша шын достар қандас достарға жақын болады дегенмен сіз өзіңіз нағыз дос. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Егер махаббат жайлы оның әдеттегі көріністеріне қарап пікір айтар болсақ, оның достықтан гөрі дұшпандыққа көп ұқсас екенін көрер едік. Достардан қол үзбе. Әлеуметтік желілер виртуалды достасу ғана емес, сол достықты шынайы түрде жалғастыру үшін қажет. Егер біз ақыл ойымызды тыңдар болсақ, онда бізде ешқашан махаббат болмас еді, ешқашан достықта болмас еді. Бала достық ахуалында өмір сүріп, өзінің қажеттілігін сезінсе, ол әлемде махаббатты табуды үйренеді. Мен ең сәтті іскерлік байланыстар сенімге, өзара түсінікті және адалдыққа негізделгеніне сенімдімін. Оларсыз жақын достық мүмкін емес. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің. Дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Нағыз шынайы достар алмас сияқты, аса қымбат әрі сирек кездеседі. Жалған достар күзгі жапырақ тәрізді, аяқтың астында.